Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін тауық аяқтарын духовкада қалай пісіреміз, соны сіздермен бірге жасайтын боламын. Ең бірінші, менде тауық аяқтары. Бұл 570 грамм. Тауық аяқтарын осылай кесіп аласыздар. Енді бұған біз бір пияз, бір сәбіз және 3 чеснок барлығын осылай салып аламыз. Барлығын саламыз. Және де менде мұнда картошка 900 грамм. Барлығын жуып, турап, тазалап алдым. Енді осыған біз дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сұйық май 3 қасық, майонез 2 қасық, және де соевый соус қосамыз. Соевый соусты 2 қасық. Және де менде окорочка арналған для сушеной курицы с паприкой деген қосам. Көреміз дәмі қалай болады. Мұнда 1 килограмм окорочкаға 1 пакетін қосу керек. Менде жарты килограмм болғандықтан приправаның тек жартысын ғана қосамын. Енді осының барлығын араластырамыз. Міне барлығын араластырып алдық. Енді осыны мынандай пакетке барлығын салып, духовкада 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Енді осының барлығын пакеттің ішіне саламыз. Міне барлығын салып болдық. Енді осыны печкаға салып 50 минут 180 градуста пісіреміз. 50 минут немесе 1 сағат кетуі мүмкін. Әркімнің печкасы әртүрлі, піскеніне қарайсыздар. Міне көптен күткен тамағымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.